сондай оқиға бар ғой, жаңағы бір құл сататын базардан бір үлкен кәсіпкер кісі қатты жұмыс істейтін құл керек деп айтады. Мынау қатты жұмыс істейді дейді, бірақ тілінде проблема бар дейді, көп сөйлеп қоя береді дейді. Тілін қағып аламын бұны дейді, жақсы жұмыс істесе болды маған дейді. Сонымен сатып алады. Олға не керек? Азаттық керек. Сонымен бір күн жайлап жеңгешке келеді ғой. Жеңше абайлаңызшы дейді, көкем ой бұзылып жүр, жас қыздарға не қылып жүр. Бірақ менде бір жол бар дейді. Маған сақалының бір талын алып берсеңіз болды, сізден басқа ешкімді көрмейтін қылып сондай бір нелерім бар дейді, мен істеп беретін жолдарым бар дейді. Соны бүгін түнде істесеңіз мүлдем жақсы, өйткені ертең бір сапары бар көкемнің дейді, жаңағыдай баратын жас қыздарға несі бар дейді. Сөйтеді де жеңгешкеден ана ойланып қалды жеңгешке деп. Ол да құлақ мейман келді ғой. Иә. Сонымен жаңа көке несіне келеді, қожайынына келеді. Қожайын абайлаш дейді. Жеңшем бүкіл байлығыңды иемденудің барлық амалдарын ақылдасып жүр дейді сырттағылар. Өткен бір жас жігітті ұнатып қалған бұл дейді. Сол ай бүгін ертеңдері шаруаңызды бітіріп қояды, абайлап жатыңыз дейді. Сонымен екеуі бір-бірінен күмәнданып ұйықтайды ғой төсекте жаңағы. Күйеуі мен әйелі. Күйеуі бір көзімен ұйықтап жатады ғой жаңағыдай, ұйықтағандай бір кейіп танып, сол кезде әйелі жастықтың астынан бәкін алады да, ол ескі заман ұстара бәкі баяғы. Бәкін алып жайлап сақалына жақындаған кезде көзін ашып жіберді ғой күйеуі. Ананың айтқаны рас болды ғой деп. Алады да әйелді сол жерде турап тастайды ше. Әйелін, өзінің әйелін бауыздап тастайды. Сөйтеді әйелдің қайынжұрт бар ғой енді. Қайынжұрт келіп күйеу баланы бауыздап тастайды. Қызымызды не жазықсыздан жазықсыз өлтіресің. Сөйтіп мына жақтың қайынжұрты біздің баланы өлтірдің деп екі жақ қырғын адам өледі екі жақтан ше. Анау өсекші құтылып кетеді бір далада қалады дейсің. Анау азаттық жоқ та, ол кетті ғой уже. Бірақ бір семья бір әулетті жоқ қылып жіберді да кәдімгідей. Бір-ақ ауыз сөзбен. Сен мынадан абайлаш деді, сен мынадан абайлаш деді да болды. Артық ештеңе айтқан жоқ. Тіл осындай да жеткілікті да. Бір семьяны құртып жіберуге жеткілікті адамның тілі.